Сабиратке, Аққал, Серік, Аруана, Мөлдір және Назира Мұрат. Бәріміз жиеніміз Қазбектің келіншегінің қолынан шай ішуге келе жатырмыз. Келіншек ішуге жатырмыз. Келіннің қолынан шай ішеміз. Келін шай. Рахмет. Өрттің үстіне келін шай деген несі бар? Жазу бар. Келін шайға келдік бәріміз. Нағашылары және әжие. Бір клининговый компанияларда ма осындайды жуатын бір аппараттар болады екен ғой. Қырғын жуат кетіреді, өздерінің бір средстволары бар дейді ғой, химиялары қосатын. Сондайлар болса маған жазыңыздар, өтініш. Мынаны үйге кіріп шыққан сайын мен нервыма тиіп жүр уже. Бартар ештеңе керек емес, еңбектеріңіз ол сіздердің. Еңбек ақыларыңыз төлейм айналайындар. Мына жерде сөйтіп бір жалтыратып жумасақ. Сарбайым кеше маған осындай сыйлық жасады. Жақсының жақсылығын айт деп, қашанғы жамандай береміз, бір жақсылығын айтайық та бұлардың да. Бұлар да жетісіп жүр ма? Біз сияқты тентек мінезді қатынмен бірге тұру оңай емес. Қиын да емес және де. Осындай әдемі, не дейтін, туалеттен столик дей ма? Енді визажисттерім, хейрстилистерім келген кезде үйге кіріп, үйдің бәрін шаш қылып, үйдің бәрін прелес састып, бала шаға үшкіріп жүрмейді. Осы жерде жайым бөлек, осы жерде бояна берем. Енді мына жерді бөліп берем деген бір нәрсе қойып, мына жерде киімдерін тұрады да киіне берем. Дұрыс болды. Бұл бір біткен іс болды. Енді мына жерге бір төсеніш әкеп қойсам, Алла нәсіп етсе. Сонымен бала шағамның қасында ешқайда шықпай-ақ съемкамды жасап, жұмысымды жасаймын. Түйенің жүгі жеңілдеген сайын жатаған келеді деген рас қой, я. Қазір бұрынғы блогерлікті енді бастап инстаграмды енді ашқан кезімізде, бартерге, бір магазинге, бір футболкамен бір шалбарды тегін реклама жасауға алатынбыз. Сомен фотосессия жасап, сторисқа салатынбыз, еще постқа салатынбыз. Мынау студия ғой өткендегі, пәлсапаны осы жерге түсіріп жатырмыз. Енді пәлсапаның 5-ші салынды сіздерге бөлініп, әрмен қарай жалғасын тапсын деген екен сіздер. Соған дайындық мына жерде қараңыздаршы. Қазір съемка жасайтын болсаң, міне свет те бар, профессиональный кәдімгі телебағдарламалар түсірілетін, е. Міне столдарын әкеп қойған, отыратын орындықтарын, үстелін міне. Қап-қарағып сарыбай міне үстіп фонда, тіпті мынау аяққа дейін, аяқ басатын жерге дейін осындай съемочный площадка қып қойған ғой. Дәл қазір енді жағдайдың бәрі жасалып тұрған кезде ойпырмай, жамбасты көтеріп тірлік жасауға құлшыныс жоқ қой. Бір жалғанды жалпағынан басып өмірін соңына дейін сүретін дүние мүлік жинап қойғандай. Көтімізден тепсе, қалтамыздан тиынның дыбысы шықпайды, қалтамыз шыңғырламайды. Білмеймін. Ана бір сөз бар ғой, өзбек байыса үй салады деп. Одан сайын еңбектенеді да, енді үй салуда пенет қой. Қазақ байыса қатын алады деп. Мынау қазақтың әйелдері сәл жоғымыз түгелденгеннен кейін енді бәріңізге бірдей топырақ шашпаймын, өзім сияқтылар. Жалқау қатын түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді деп. Есінейді екенбіз ше. Әлі бала шағаны өсіру керек, жеткізу керек. Әлемнің қаншама кереметін Алла тағала біз үшін жаратты, оны көру керек деген талпыныс жоқ. Қайдан шықсаң онан шық, әйтеуір таң атып кеш батқанына мәз біз жүрміз. Мына жерде Сарыбайдың техникалары.
Өлә, мынау күнөнің көзін көрген. Баяғыда квартира бар еді ғой, Алматы аренаның артындағы. Общага сияқты салынған, атлетический деревня. Сол жақта бар еді ғой мынау. Содан әлі келе жатыр ғой. Анау өзбек өз ағаң дейді ғой, сол кісілерден бейнеткештікті, көбінесе пенет жасауды, еңбекті үйрену керек, пысық халық қой. Сол кісілер қанша байыса да, анау жоқшылықта киген кебісін дейді, бірі шапанын дейді, нақтысын өздері білер, босағасына іліп қояды екен, өткеніңді ұмытпа деп та. Сол сияқты мынанда романың алдына қойып қойған, өткеніңді ұмытпа деп айналайындар. Қазір жинаймыз осы жерді сүртіп, тазалап берсе. Түнімен көзілмедім. Анаусы ұйықтаса, мынаусы тұрады, мынаусы тұрса, анаусы тұрады. Мәмә, су, мама, макарон, тамақ, жәкең балалар. Тұқымдарың жайлығылар. Өткенде Рената бізбен ұрсып қалып, осы жаққа еншісін алып шығып кетіп еді. Ұзаққа созылмай қайтып үйге кіріпті. Осының ішіне андай бір балалардың ковриктары болады ғой, бір жұмсақшы. Су өтпейтін сондай төсегін кеп тұршы, мына жерді тазалап сүртіп. Содан кейін мен бұл жерді не үшін көрсетіп жатырмын? Сіздердің ақыл кеңестеріңіз керек болып жатыр. Ана бір Мальдиви деген жерге енді барып көрген жоқ, біз енді естігенбіз, Инстаграмнан көргенбіз. Соларда бір әппақ құмдар жатады ғой. Сондай құм бар ма бізде сатылатын? Мына жерге толтырып құм қойып, айналайындар, мәңдер, мелкий моторикаларын дамытыңдар деп далаға шығарып жіберетін. Сосын мынандай детский площадкеге тағы да күшті идея айтыңыздаршы. Мынаны енді Сарбай күшті жасап қойған. Жұмсақтандай бір жүгіресің ғой. Стадиондарда сол кезде асты жүп жұмсақ болады ғой, сондай материал төсеген ғой. Мына жерге құм болса деп жатыр. Мынадан сырғанап ойнасам, мына жерге ойыншықтарын кіргізіп тастасам. Мына жерде баскетбол ойнайды. Мына баскетболды Сарбай өзімен достарына істеді ау деймін. Анаға мен бір балам бойы жетпейді айналайындар. Сәл төмендеу қойса болады ғой. Андай бір беговой дорожка ма, сондай бір нәрселер ше, қатты қымбат емес, бір далада тұра беретін, бұзылса да жалқы болмайтын, сондай бір нәрсе айтыңыздаршы маған. Не қоюға болатын? Мысал, нә бір шеттер бос, мысал. Арғы шеті бос. Миыма дым келмей жатыр. Миым ашып кеткен ғой 5 баладан кейін. Сіздерде де бола ма, күйеуіңді бір іштей жақсы көріп, я болмаса сәл бір 2-3 қатын болып бас қосылғанда, ойбай деп күйеуіңді бір мақтап қалған кезде үйге келгенде обязательно қырыластар ма? Или бір ойыңмен бір жақсы қылықтарын есіңе алып, махаббатың ашылып жатқан кезде міндетті түрде бір қырыласың ғой, обязательно бір нервыңа тиеді ғой. Сол сияқты әбден мақтап атырып түкіріп қойыңыздар, кешке қырылып қалмайық. Өрме боп. Осы байым осындай болды ше. Арманы бөлек, талғамы биік. Келген кісілердің бәрі мына ағашты нема деп сұрайды. Пластмасса ма деп келіп ұстап көреді ше. Білмеймін, Сарбайдың тауып келгені. Әкеліп осы жерге отырғызды осыны. Кешкісін андай астына свет қойып қойғанда светпен күшті көрінеді. Аю құтырмаш, пожалуйста. Сен еркелігін көтеруге. Өзім бала-шағам жетіп артылып жатыр ғой менің. Сен еркелемеш? Жер жаһанның бәрі темекінің несі ғой, ешкімге ұрсамайсың ғой ше. Сарбайыңдікі да, сап-сары темекі. Мына жерде де жатыр, ана жағына артына жүрбем, артында да жатыр.